Выгорание, яғни эмоционалды зорығу, эмоциональный выгорание деп жатады ғой. Бұл стресс уақытынан кейінгі, апатиядан кейінгі болатын дүние, яғни шаршап, ұзақ уақыт шаршап жүргеннен кейін выгорание болады. Выгоранияның 3 кезеңі болады, 3 этапы болады. 3 кезең бойынша өзіңізді салыстырып, сол 3 кезең бойынша емделу керек. Бұл ауру емес, бірақ 3-ші кезең ауру болуы мүмкін. Яғни кәдімгідей психикалық проблема болуы мүмкін сізде. 3-ші кезең өте ауыр кезең, ол психотерапевт, психологпен жұмыс жасайтын кезең. 1-ші кезеңде көп адам оны сезбейді. Стресс болады, стресс жеңеді, немесе жеңбейді, әйтеуір стрессмен қоса өмір сүре береді. Үнемі жұмысқа барады, келеді, шаршайды, әйтеуір барады, келеді. Барғысы да келмей жүру мүмкін, жұмысына сүйікті емес жұмысы болуы мүмкін. Солай жүре береді 1-ші кезеңінде. 2-ші кезеңінде уже қатты шаршайды, ағзасы да шаршайды, түнде ұйқысы бұзылады, кішкене раздражительный болып қалады. Мысалға, баланың шуы ұнамауы мүмкін, біреудің сөзі ұнамауы мүмкін, іс-әрекеттер, сыртқы факторлар ұнамауы мүмкін. Осындай 2-ші кезеңде уже адам өзінің выгоранияда екенін көбінде сезіп жатады. Ондай адамға көмектесу керек. Кеңес беріңіз, тынышталдырыңыз, жаныңызда болса, бір үйде тұрсаңыздар, онда оның бір міндеттемелерін өз мойныңызға алып көмектесіңіз дегенде. Бала қарайтын әйелдер көбінде сондай бір депрессия болады, сосын выгоранияда жүреді. Ұзақ уақыт выгоранияда жүргеннен кейін сондай бір проблемаларға жолығуы мүмкін. 3-ші кезеңде уже мысалға психолог болса, психотерапевт болса, 3-ші кезеңде оған бүкіл адамдар псих секілді көрінеді. Дәрігер болса, бүкіл адамдар ауру сияқты болады. Бүкіл адамдардың ағзасында паразит бар сияқты. Бүкіл адамның көзіне қарайды, бұл ауру деп солай есептейді. Мұғалім болса, бүкіл балалар ақымақ, тыңдамай, тіл алмай, тәрбиесіздер деп есептейді. Үйде отырған әйелдер болса, бүкіл адамдарды кінәлап, сериалдары, негативтерді көріп алып, сондай бір негативке душар, сондай бір жаны құмар, сондай адам болып кетуі мүмкін. 3-ші стадия, 3-ші кезеңде өте қиын кезең, ешқандай еш нәрсе оған қызық емес. Уже өзінің бұрын сүйіп, 1-ші выгоранияның 1-ші кезеңде қатты жақсы көріп істеген саудасы, қатты жақсы көріп істеген тамақтары, қатты жақсы көріп істеген жұмысы мүлде ұнамай, жек көріп, соның қарамағындағы адамдарды жек көріп, шу да ұнамайды деп былай. Мысалға, қазір егер сізге мына тықыр сықыр дауыстар ұнамай тұрса, не тыныш жерде сөйлемей ма, тыныш жерде етпей ма деп жынданып отырсаңыз, значит сізде выгорание. Ескеріңіз оны. Сондай бір сытыр қағаздың сытырлағаны бірдеңе, сондай бір жағымсыз дауыстар мүлде ұнамайды, прям десеңіз, ол вот сіз 3-ші кезеңдесіз деген сөз. Бұл психотерапевтке барып, витаминдер алу керек, терапия алу керек, сол себептерін, қай жерде қалай шықты, не үшін бұндай нәрсеге келдім, бұл 3-ші кезеңге қалай келдім, 2-ші кезеңге қалай келдім деген сияқты себеп салдарларын анықтауымыз керек. Ол үшін мен осы выгоранияның себептерін айта өтейін. Бізде қазақ қоғамында жақсы келін болып көрінуіміз үшін, енді отбасылық әйелдерге арналған сабақ болғандықтан осылай айтайын. Жақсы келін болып көрінуіміз үшін, немесе жақсы кадр, жұмыста жақсы кадр болып көрінуіміз үшін, карьерада өскіміз келгені үшін, жақсы атаққа ие болғымыз келгені үшін, бүкіл нюанстарды жауып тастаймыз да, жақсы жағын ғана көріп, жақсы жағын ғана әрекет етіп, тек сол нәрсемен өтуімізді, сол нәрсемен жүруімізді қалап жатамыз. Мысалға, келіндерге, келін тек қана шаршаса да, не істесе де ол мойымай, сол нәрсенің бәрін жасап, үйге қызмет етіп, ойбай ата, ойбай ене, ойбай күйеуім деп солай өзін ұмытып, сол барлық жан дүниесімен кіріп кетуі. Жұмыскер болса, жаңағыдай карьерада жұмыс істеп жүрген әйел болса, бастыққа жақсы көріну үшін артығымен жұмыс жасап жіберуі, артық энергияны көп жұмсауы, немесе жомарт емес жандар болуы мүмкін. Яғни, мысалға, өзінің мінез құлқы, құндылығы ондай емес адамдар
сол нәрсені басқаша етіп көрсету. Мысалға, бай емес болуыңыз мүмкін. Бай болып көріну үшін күшті бренд сумкаларды кредитке алып, солай күшті машиналарды айдап жүруіңіз мүмкін, иә. Адамдарға керемет болып көрінуіңіз мүмкін. Жақсы мінезді, жұмсақ, нәзік емессіз, бірақтан адамдарға солай деп былай мінезіңізбен әдемі болып көрінуге тырысыңыз. Бұл ұзақ уақытта солай тырысуыңыз мүмкін. Барлық сіздің солай тырысқандарыңыз ұзақ уақыт алғандықтан сізде выгорание пайда болады. Яғни сіз өзіңіз емессіз, өзіңіздің басқа бейнеңізді көрсетіп жатырсыз халыққа, адамдарға, ортаңызға, иә. Өз-өзіңізді алдап жатырсыз, өзіңізді қабылдағыңыз келмейді. Неліктен? Сол себеп сондай болуы мүмкін. Самокритиктер, өзін қатты критиковать ететін, өзін басты, мына жерде осы нәрсені істеуім керек еді, істемедің, мынау дұрыс шықпады, көңілім мәше толған жоқ деп іштей өзін ұрса беретін, іштей өзін критиковать ете беретін адамдарда да, көңілі толмайтын адамдарда да выгорание болады. Перфекционист адамдар, яғни барлығы күшті болу керек, бірақ барлығы ешқашан күшті болмайды ғой. Үнемі барлығы тап-таза, идеально болу керек дейтін адамдарда да выгорание жиі болып тұрады. Тіпті 3-ші стадиясына бару мүмкін. Өз қызметін керемет атқарғысы келетін профи адамдарда да сондай выгорание. Мінсіз, бәрі мінсіз болу керек. Мен мұғаліммін, мен мінсіз атқаруым керек. Балалардың дәптерін жақсылап тексеруім керекпін, көрнекіліктерді жақсылап қоюым керекпін. Немесе дәрігер болса, таңғы 6-тан барып пациент жоқ болса да кетуге рұқсат болса да жоқ, кешкі сағат 8-ге дейін отыратын дәрігерлер болады, иә. Сондай бір қатты беріліп кеткен жұмысына. Вот сондай әрекеттер выгораниеға алып бару мүмкін. Немесе қарым-қатынаста көп салым салу. Бұл жерде материалдық салым болсын, ресурстар салу, иә, мысалға рухани жағынан салу болсын. Қарым-қатынаста көп салым салған кезде, мына адам аз салып, сіз көп салған кезде, сізде де алу жағынан жоқ болғандықтан сізде выгорание болады. Ол үшін выгораниедан құтылу үшін не істейміз? Қандай амалдар жасаймыз? Выгораниедан құтылу үшін ең алдымен өзіңізді өзіңіз қабылдап үйренуіңіз керек. Тынышталыңыз, жан дүниеңіз тынышталыңыз. Қазір, дәл қазір қалай демалып тұрсыз? Иә, қалай демалып тұрсыз? Егер сіз ауаны тоқтап жұтып қалған болсаңыз, немесе шығарып үлгеріп қатып қалған болсаңыз, просто демалмай, сол менің сұрағыма қарай просто бүйтіп мұқият тыңдап қалған болсаңыз, онда сіз кішкене жаныңыз жайсыз, тыныш емес, жан дүниеңіз тыныштықта емес деген сөз. Жақсылап ойланып көріңізші, кесе жуып жатқан кезде елмен, біреулермен ұрсып, негативті ойлай бересіз бе? Вот сол да выгорание болуы мүмкін. Міне, жуған кезде ыдыстың сыртындағы гүліне қараңыз, мысалға киімінің гүліне қараңыз, қалай жасаған, қалай бояған, қандай мата деген сияқты. Немесе өзіңіздің жасап жатқан ісіңізге мән беріңіз. Біз көбінде өзімізді ісімізге мән бермейміз де, басқаларға мән беріп олардан көп нәрсені талап етеміз іштей. Не үшін? Себебі өзімізге де талапшылмыз, біріншіден, екіншіден басқаға да талапшыл. Неге ол үйтпейді екен, неге ол ыдыс жуып тұрып сөйлейміз, үйте қойса болады ғой, бүйтсе жастаса болады ғой, прям былай раздражительныймыз да. Мына біз болашақтан көп үміт күтеміз, өткенді көп ойлаймыз. Неге мен үйттім екен, неге мен бүйттім екен, сол кезде былай жасамаған да ғой, қазір былай болмас еді. Немесе мүмкін қазір осы жағдаят кейін болашақта болмайтын шығар, мүмкін күшті болып кететін шығар. Мен сенемін, сол үшін аффирмация айтамын, таңнан кешке дейін аффирмация айтады. Мен осылай боламын, мен мындай боламын. Яғни өткен өтті, болашақ әлі алда. Дәл қазіргі сәтіңізді сіз мүлде ойлап жүрген жоқсыз. Дәл қазіргі сәтіңізді сезініп жатқан жоқсыз. Үйтем, бүйтем, болам, болды, солай болды, себебі осылай болып жатыр деген сияқты күйіну, күйгеліктену, уайымдау. Аллаға тапсырыңыз. Дәл здесь и сейчас дейді, психологтар айтады да, дәл қазіргі сәтіңізге көп психологтар сұрақ қояды. Бұрын қандай болып еді? Отбасыңызда мен коучингте сұрақ қояды. Бұрын қандай болып едіңіз? Қазір қандайсыз? Қазіргі сәтіңізде не күтесіз? Қазіргі сәтіңіздегі мақсатыңыз қандай? Сол кезде ойланып қалады. Осылай болған қалаймын. Өткенім болған қалаймын. Болашақта былай болған қалаймын. Жоқ, мен сізге дәл қазір қандайсыз? Не нәрсе жасап жатырсыз? Мен осылай жасап жатырмын дейді, бірақ құнсыздандырып жібереді. Көп адамдар бізде
ол менде де болады, барлық адам сондай. Көбіміз осылай өзімізге қатты бланкты қатты қойып тастаймыз да, ортадағы өз дәрежемізді ұмытып кетеміз. Яғни өзімізді қабылдағымыз келмейді, реальностьті қабылдағымыз келмейді. Сол үшін де выгорание көбінде болып жатады. Выгорание болмау үшін өзіңізді қалай барсыз, солай қабылдаңыз. Дәл қазіргі сәтіңізден рахатталыңыз. Бүгін пәленше күні, бүгін осындай ай, бүгін осындай күн, қандай керемет, бүгінгі планым осындай, бүгінгі жұмысым осындай, алға қойған мақсатым мынандай, оған жету үшін мынаны дәл қазір орындауым керек деген сияқты. Өткен өтті, болашақ әлі алда. Дәл қазіргі сәтіңізбен қайталап айтайын, дәл қазіргі сәтіңізбен өмір сүрген кезде ғана сіз выгорание болмайсыз. Выгорание энергияны алға қарай көп жұмсап жіберу, немесе өткен өмірге қарай көп жұмсап жіберу. Ой, үйтпегенде ғой, ол қайтыс болмағанда ғой, ажыраспағанда ғой, немесе анаған тұрмысқа шыққанда ғой, немесе ол жұмыстан кетпегенде ғой, барлық энергияңыздың бәрін сол жаққа тапсырып жібересіз, немесе болашаққа тапсырып жібересіз. Ал қазіргі сәтіңізде еш нәрсе жоқ, тек выгорание, истощение. Ішің тұрып күйіп кеткен, шаршап кеткен, қай тұсқа қарай барарыңызды білмейсіз. Миыңыз былайша айтқанда ашып кеткен. Выгораниеден шығу үшін қыздар ең бірінші салауатты өмір салты, бағана стресстегідей, үнемі таңертеңгі уақытта су ішу, Аллах тағалаға дұға жасау, үнемі өз-өзіңіздің бойыңызбен жұмыс жасау, самооценкамен жұмыс жасау, самокритикамен жұмыс жасау, өзіңізді қабылдау, қалай барсыз солай, өзіңіздің деңгейіңізге ғана бағытталып жұмыстар өзіңізге тапсыру деген сияқты, басқалардан үміттенбеу, басқаларға көп талап қоймау. Егер ресурсты көп беріп жатқан болсаңыз, онда оны азайту, жаңағы қарым-қатынасқа болсын, жұмысқа болсын, өзіңіздің шекараңызды дұрыс қою, орнату. Тағы не бар? Ең сізге керемет, менің сізге кеңесім бұл өміріміздің 8 сферасы. Жұмысымыз, денсаулық, финанстық жағдайымыз, развлечение, яғни көңіл көтеру, қыдыру, ойнау, ойын-сауықтық, барлығы жатады ішіне. Тағы қандай бар? Діни жағымыз. Жалпы сіздің өміріңіздегі ең басты сфераларыңыз қайсы? Сол сфераларыңыз дұрыс нормада ма? Колесо баланса дейді, баланста тұр ма? Соған мән беріңізші. Көбінде адамдар выгоранияға қалай түседі? Бағанағы айтқанда энергияны өткенмен болашаққа ғана емес, сол бір контексттегі жұмысқа, бір контексттегі бағыттағы жұмыстарына жұмсап тастайды энергиясын. Мысалға, жұмысы тек қана соған көбірек көңіл бөледі, тек қана соған көбірек уақыт бөледі, немесе отбасылық өмірі, тек қана отбасылық өміріне көбірек бөледі, тек карьераға аз бөледі, финанстық жағдайына аз бөледі деген сияқты. Қай баланс қай жерде дұрыс емес, сол жерде выгорание шығады. Сізге тапсырма осы колесо балансаны сызасыз және өзіңіздің өміріңіздегі 8 болуы мүмкін, немесе 5 болуы мүмкін. Мысалға, біреу жұмыс істеуі мүмкін, жұмыс істемеуі мүмкін. Осыларды қайсы сізде бар өміріңізде, соны сызасыз және оған балл бересіз. Қай балл аз болып тұр, мысалға сізде рухани жағыңыз төмен болып, карьера жағыңыз көбірек болуы мүмкін. Соның барлығын есептеп, қай жағы төмен болса, сол жағымен көбірек жұмыс жасауға тырысыңыз. Ең алдымен қыздар, сіздер тест Google-дан іздесеңіздер таба аласыздар. Выгоранияға тест бар, стресске, депрессияға барлығына тесттер бар. Сауалнамалық тесттен өткеніңіз өте жақсырақ, өзіңіздің деңгейіңізді қай деңгейде, қай выгоранияның қай дәрежесінде екенін анықтай аласыздар. Егер сізге ұнасам, пайдалы болсам, онда арнама жазылыңыз, колокольчикті басып қойыңыз. Тағы да сабақтар өте көп, онда тез алатын боламын.